9 май жеңиш байрамыңыздар менен. Кемин райондук балдар жана өспүрүмдөр борбору лидер кружогунун катышуучусу Жалсадыков атындагы Кемин номер 1 орто мектебинин окуучусу Алтымышева Айдай. Чыңгыз Айтматов. Саманчынын жолунан үзүндү. Солдат, белдің сөгі келіп жетіп, айылдың жетіндегі қозғол болған. Қалдайған елді көріп, жүрегі түшті оқшайды. Алда чочып тұрып қалды. Бұл емнесі? Бұл емне деген немелер? Бұлар емне оң шықпай қарап тұрышады? Дегенде қиялында. Солдат қылчай бартын қарады. Өзінен башқа жолу ешкім жоқ екенін көріп, бізді көздей басты да. Қайра тоқтап, қылчай бартын қарады да, қайра басты. Ал ушинтип бізге жіберенше, алдыда тұрған кішкентай қыз, «Ашыралы байкем! Ашыралы байкем!» деп жүгіріп жіберді. Қайдан танығанын кім білсін? Башындағы жолғыншылы. Жыламайлап, сақсаған кішкентай қыз, «Байке! Байке!» деп жүгіріп кетті. Анын артынан балдар, анан аялдар, анан тұрған елдің бары, «Ашыралы, қоқой, ашыралы тұрбайбы?» деп жүгіріп жүдешті. Ошол учурда бізде қандай күч билеп, жүрегімізді қандай асық сезімден арбап тұрғаны сөзбен айта албайм. Укмуштуудай сүйүнүч, жан эргиген кубаныч бизди алып учту. Кучак жайып, солдатты тосуп жүгүрүп бара жатканыбызда биз менен чогуу, өзүбүз менен чогуу бүт турмушубузду, баштан өткөн кеткен күндөрүбүздү, азап тозогубузду, уктабаган түндөрүбүздү, агарган чачыбызды, карыган кыздарыбызды, жетим жесир калгандарыбызды, дайрадай төккөн көз жашыбызды, кайратыбызды, бардыгын өзүбүз менен чогуу алып бара жаттык. Калың элдин тосуп чыкканын көрүп, солдат утур басып, бизди көздөй чыккан түнөдү. О жеңиш, тилеген, самаган жеңишиңиз ай. Ассалому алейкум. Жеңиш, кечиргин бизди боздоп ыйлаганыбызды, кечиргин Алиман өңдү келинимди. Кайда? Кайда менин касымым? Кайда? деп сураганын кечиргин. Кечиргин бизди жеңиш. Кечиргин. Sen de kanca çopondoruzdan ayrıldık. Bağanca kayda, tükünçe kayda, kaça gerek kalanları dep sıraganımızdı geçirgin. Sıralardın amağına kalıp, çakında gelişin, bari gelişin, kalmay gelişin dep aşıranın cevap bergenin geçirgin. Seni menen yüz görüşüp yatıp, biz maydandan kaytıp gelmeye kalganlar menen akırkı жолу коштошуп, акыркы жолу күйүп тартып отурдук. Geçirgin meni, жеңиш, geçirgin. Aşağını bek kucaktan, bek jıttap, жайнагымды, Майсал бегимди, Касымымды, Субанкулумду эстегенимди geçirgin.
Антсе да согушка болгон күйүтүм чоң. Атылган ок, төгүлгөн кан тарыхтын эсебинде. Ал эми адамдардын бөлүнгөн өмүрүчү. Аны кайсысы кыйгарып, тарыхтын кайсы бетине жазабыз? Ага ким күнөөлүү? Ошо этип Ашыралны туугандары үйүнө алып кеткенде, элдин баары таркаганда, Алиман экөөбүз да үйгө жөнөдүк. Ошол күнү согуштан болгон аса бересебиз бүтүп, ошол күндөн баштап тынч заман башталмак. Эч ким, эч нерсе унутулбайт.